тұрсың ба? Арманшыл болсаң құбалам, арына сенер боладам. Өмірден нелер болмайды ау сүрініп менде құлаған. Өнерді сүйсең мол болар, өмірден алары сыбаған. Абайла қызым тағдырдың бұралаң жолы бұралаң. Талайда сынап түзеткен еліңді сыйлау өсетпен, әкеңде саған жол сілтеп ізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа, көптүнін сендеп күзеткен. Абайла қызым тағдырдың талайдың жанын күйзелткен. Абайла қызым тағдырдың талайдың жанын күйзелткен. Деген екен, Алтынбек Қоразбай айтылдыңыз. Тақ шіркін айында осындай дауыспен қайда жүр бұл әнші? Нұржан, енді сізді бір емес екі апта іздедік. Әрең дегенде таптық, байланысқа шықтық. Енді өзіңізді студияға қонағы ретінде шақырдық та, сұхбатқа дайындалмаймыз ба? Сөйтсек, ғаламтор желісін қопарып шықтық, сұхбат бермегеніңізге де біраз уақыт болыпты. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта әрең іздеген, тапқан, студияға шақырып алдырған Нұржан Қалжан, әнші ұлдарыңыз. Қош келдіңіз. Рахмет, рахмет сіздерге біріншіден енді тауып мені шақырып осы эфирлеріңізде. Арнайы Алматыдан алдырып шақырғандарыңызға біріншіден көп рахмет. Енді шынында да өзімде былай қарап тұрсам, сұхбат бермегеніме де біраз болып қалыпты. Қанша болды шамамен? Жалпы енді сұхбат мүлдем бермей кеттім деп те айта алмаймын. Арасында болып жүр ғой, өткенде осында сіздердің бағдарламаға келіп кеттім, Ләйлә Сұлтанқызының. Былай арасында көп сұхбат бермегеніме бір 2 жылдай болып қалды. Дұрыс сұхбат бермегеніме, бір дұрыс осындай бір әңгіме болмағанына. Не себепті, қалай ойлайсыз? Енді сіз шақыртуларды қабыл алмайсыз ба, жоқ әлде шақырту? Жоқ, шақыртуларды әрине сіздің бір ауыз сөзіңізге мен ұшып келдім ғой. Болды, ертең таңертең ұшамын деп. Жалпы шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді ғой. Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады деп. Шақырып атсақ қалмауға тырысамыз. Енді кейінгі кезде шақыртуларда болып атады арасында, бірақ енді бұрынғыдай болмай қалды шыны керек. Бұрын енді өздері звондап бүкіл съемкеге болсын, жаңа жылдық кештерге болсын, басқа да бағдарламаларға бүкілі өздері звондап шақырып ататын еді. Қазір енді шыны керек аздау. Енді оған себеп осындай, немесе осының кесірінен мынандай жағдайдан кейін деп бір кесіп айта алмаймын, осындай жағдайдан деп. Әйтеуір енді сондай. Нұржан, енді жасырын жоқ, кезінде қыз дауысты әншілерді біраз сынға алды. Дауысы осындай, мынандай мелизмді қосады, бүйтет деп біраз кішкене сынға алды. Сол сын мүмкін сізге тиіп кетті ма деп ойлаймын сол уақыт. Содан кейін шыққыңыз келмей қалды ма? Иә, айтқандарды естідім, бірақ енді мен ондай да болды, шыны керек. Осы өнерді қойып кетесіз сан ба екен деген сияқты дегенде ойлар болды, расында да. Бірақ енді қазақта мынандай бір сөз бар ғой, битке өкпелеп тоныңды отқа жақпа деген. Енді ит үреді, керуен көшеді, әркім айтады, кетеді. Бірақ енді мен ол дауысты өзім балшықтан жасап, немесе ағаштан ойып, домбыра жасап алған жоқпын ғой, өзім қолдан қашап. Оны бір Алла тағала берді, соны тек мен айтып жүрмін, пайдаланып жүрмін, ал басқа қолымдан келетін ештеңе жоқ. Өнерге шектеу жоқ, өйткені? Иә. Шынымен де қазір өнерге деген көзқараста өзгеріп келе жатқан сияқты. Өзіңіз де білесіз, біздің отандасымыз Димаш Құдайберген қазір Қытай елінде үлкен байқауға қатысып, бүкіл әлемді өзіне қаратып отыр. Таңғалдырып отыр. Мысалға, мүмкін сізге де осындай деңгейде ән шырқаудың уақыт келген сияқты, ерекше дауыс иесі өзіңізсіз ғой. Біздің аудитория қазір бұндай өнерді жоғары бағалайды. Иә, Аллаға шүкір, қазір шын дауысты, дұрыс өнерді біздің
бізде қазір бағалап келе жатыр ғой, негізінде бізде бір дұрыс конкурсный дауысты деген болады, сосын кейін жай тойдың дежурный әнші дейміз ғой. Иә. Сондай әнші болып бөлінеді негізінде. Ал конкурсқа қатысатын дауысты әншілерді бізде шыны керек бағалаған жоқ. Біреу айғайлап, мысалға Димаш сияқты. Димаштың өзін бағалаған жоқпыз ғой, шыны керек. Кезінде айқайлап шыңғырған кезде керек емес, айқайлай беруде, айқайлағанның бәрі әнші емес деген сияқты да пікірлер болды. А Димаш қазір кім, былай қарасаңыз? Қазір бүкіл әлемнің назарын өзіне аударып, керек десеңіз Америкадан продюсерлар менің естуімше ұсыныс жасап жатқан сияқты. Ал деген оның дауысы, мен өзім жарысқа қатысқан адаммын да, жас қанаты бар, шабыты бар, Қытайда да жарыста болдым, түсінем да, ол қалай болатынын. Ол жерде өзімді қойып көрем, керек десеңіз Димаштың айқайлап жатқанын көріп, көзімнен жас шығып кетеді да. Шіркін-ай деп, молодец деп ше. Міне, өнерде шектеу жоқ деген осы болар. Расымен де өнерде керемет жаңалықтар болып жатыр. Енді біз жеке өміріңіз жайында сұрағымыз келіп отыр. Жеке өмірде қандай жаңалықтар болып жатыр? Жансерік, енді жеке өмір туралы мен сұраса маған жарасатын сияқты, сен кішкене күшті тұрмын ба? Енді онда тұрған не бар? Сұрақ кезек-кезек қойып, алдыңғы сұрақ сен Димаштан сұрадың. Енді әрдайым осындай әдетпен. Ирина, сол сөз таластырып отырамыз ба? Өзің жүріш сонда біз. Жарайды, кеттім. Маған да керек жоқ онда. Ай, не болып кетті бұл? Бұл кісілер сұхбатқа шақырып алып, мені тастап кеткендеріңіз не бұл? Нұржан, бұл біздің тікелей эфир деп аталатын айдарымыз. Жай сіздің реакцияңызды көргіміз келді. Бұл әрине арнайы ұйымдастырылған сценарий бойынша. Нұржан, дәл сәтте не істеген деп ойландық расымен. Мен шынымен ренжіп кетіп бара жатыр ма деп ойлап қалдым. Жоқ, бұл арнайы. Тікелей эфирді қоя салмаса кетіп қалатын ондай қақымыз жоқ қой, Құдай. Мен ойлаппын, эфирді өшірді, уже болды. Біткен екен ғой деп ойлаппын. Біз осылай қонақтарымыз келіп тұрғанда арнайы тікелей эфир айдарына ұйымдастырамыз, және тосын жағдайда біздің қонақтарымыз өзін қалай сезінеді екен деген мақсат қой. Қалай екен студияда жалғыз қалып қойған? Біртүрлі екен енді, шыны керек. Мына кісі ренжіп, артынан сізде ананы тастап кетіп жатқанға, или бір жағынан адамға ой жүйрік қой. Доля секундтың ішінде уже эфир өшті, может содан кетіп тұрады ма, или тағы да бір жағдай болды ма деген сияқты неше түрлі ой келді шыны керек. Жарайды, тікелей эфир ренжімеңіз, біз кешірім сұраймыз. Енді тікелей эфирде пайдаланып сұхбатымызды жалғастырайық. Енді қазіргі уақытта расымен де той бизнес деген қаттамыз жатыр. Барлық әншілеріміз тіпті сол тойға көп ән жазатын сияқты. Тіпті концерттерде де көптеген байқауларда сол тойдың әнін араласып жүреді. Енді соған мүмкін сахнаға, байқауларға шықпай жүргенде, телеарнаға шықпай жүргенде мүмкін тойға кетіп қалған шығар деп те сауалдар жолдады бізге, сізді. Тойда жүрсіз ба сол кезде сіз қазір? Енді тойда жоқпын деп те айта алмаймын. Той қазақтың қазынасы ғой, еліміздің. Жалпы тойда да жүрмін. Өнерде де жүрмін, эстрадада жүрмін, бәрінде жүрмін, бірақ тойға бір қатты кетіп қала болған жоқ. Менің жанрым, менің мысалға өнерім, репертуарым, былай қарағанда, репертуар таңдауым менің мысалға тойға мүлдем келмейді. Кезінде мен жас қанаттан, жаңа көптеген жерлерден бірінші орын алып, бас жүлде алып бастаған кезде, тойдың әнін мүлде айтпаймын деп ойлайтынмын. Осы той болмаса. Одан кейін тойларға барған кезде өзімнің фирменный әндерімді айтып тұрамын, мысалға бір мелизммен жаңағыдай. Иә, сөйтіп айтып тұрған кезде біреулер енді вальс билеп болғаннан кейін бауырым билейтін өлең айтсашы деп келетіндер болады ғой енді. Сол кезде шамал қысылып қаласың, билейтін өлең айту керек екен ғой деп. Содан кейін барып амал жоқ тойларға жаңағы бұрымдығы сияқты әндерді, тағы да көптеген әндерді жазып тойларға да кішкене шығуға тура келді. Енді басыммен тойға кіріп кеттім деп айта алмаймын. Ал неге бейнебаян түсірмейміз? Бейнебаян енді соңғысы қателеспесем, анау сіз театрда ма, Ромео Джульетта ма? Одан кейін де тағы бір клип түсірілді. Мені сүйдің бе шын деген жаным, мені сүйдің бе шын. Өте әдемі. Сол Қытайдың қазағы Орал Қоңқышыл деген бауырымыздың әні. Сол әнге клип түсірдім. Содан кейін енді әлі түсіре қойған жоқпын. Енді бұйырса ойда бар, түсіреміз ба деп жатырмын. Жоспарда бар.
Дәл қазір режиссерларымыз хабарлап айтып отыр, негізі сізді көрермен сағынып қалыпты. Толассыз хабарласып жатыр екен. Әттең тікелей эфирдеміз, уақыттығыз, сондықтан барлығыңызды бірдей эфирге қосу мүмкін болмай жатыр. Дегенмен хабарласып жатқандарыңызға жылы тілек, лебіз білдіріп жатқандарыңызға көп-көп алғыс білдіреміз. Міне Нұржан, осылай жиі эфирге шықтыру керек екен. Болды, сіздер шақыра берсеңіздер, біз келіп қатыса береміз. Енді әр күнімізді жоспарлайтын қазақпыз ғой. Алдағы қандай жоспар бар? Не жоспарлап жатырсыз? Қандай концерттер бересіз ба? Сол жайында, шығармашылық жайында. Иә, шығармашылығымда енді Құдай қаласа жаңалықтар өте көп болады. Оны өзімнің инстаграмыма да, жаңағы телефоныма да звондап, неге шықпайсыз, неге көрінбейсіз, біреудің инстаграмына суретке түссек те неге көрінбейді Нұржан, сұрашы деп жаңағы адамнан сөйтіп жатады. Оны өзімде шыны керек, сіздермен сұхбаттан кейін де өзімде сағынам, өзімде кезінде қазір шыны керек уже осы сұхбаттың өзіне қазір қол шығып қалыпты дегендей, шамалы шығып қалады екенбіз. Жалпы жаңа әндер, жаңа бейнебаяндар Құдай қаласа болады. Керек десеңіз Республика сарайына жеке кешімді бісміллә деп бастап кетсем ба дегенде бір ойым бар осы 2017 жылда. Енді белгісіз, бірақ оған енді кішкене қаражат жақтарын, тағы да басқа да дайындық жақтарын қарастырып алсам, мүмкін. Бірақ ойда бар. Біз сізге тек қана сәттілік тілейміз, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Әрдайым өрлей беріңіз, өсе беріңіз. Енді сіздің әндеріңізді расымен де тыңдарман, көрермен өте қатты сағынды. Және біз сізге өзіңізге алғыс білдіре отырып, бір элементтардан құрметті телекөрермендер, Нұржан Қалжан өздеріңізге тамаша әнін тарту ететін болады. Яғни расымен ерекше әндер, Бұлбұл құсымның өзі, Бұрымды қыз, ары қарай мені сүйдің бе шын деген. Нұржан Қалжанның репертуарындағы тамаша әнді бірер сәттен кейін барлығымыз бірге тыңдайтын боламыз, ардақты ағайын. Ал дәл қазір біз өздеріңіздің назарларыңызға тамаша бейне көріністі ұсынамыз, одан кейін тамаша ән сіздерге арналатын болады. Алыстап кетпеңіздер.